Сәлем достар, бүгін сіздерге өзім жасайтын сырненің, сочный болып шығатын сырненің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен пиязымызды турап, қызып тұрған майымызға жақсылап қызартып тұрып қуырып аламыз. Картопымызды ірілеу етіп, тек теңдей 4 бөлікке ғана бөліп турап аламыз. Қызарған жуамыздың үстіне етімізді екі жағын аунатып қуырып, су құйып, етіміз піскенше қайнатып қоямыз. Салатын салмамды бөлек маринадтап дайындап қоямын. Оған морков, помидор, тәтті бұрышты қосып, ірілеу етіп турап дайындаймыз. Өзіңіз қалаған специяды қоссаңыз болады. Менде тұз, қара бұрыш және картопқа әдемі цвет беру үшін куркума қостым, және паприка болды. Және азғантай укроп қосып араластырамыз. Және мариновкамызға 2 тіс чеснок қосып жібереміз. Етіміздің суы сарқылып пісіп қалған кезде мариновкамызды салып, бетіне капустамызды басып, жарты сағатқа картопымыз піскенше бұқтырып қоямыз. Қазанымыздың қақпағын ашпаймыз, және отымыз өте баяу тұру керек. Мінекей біздің сырнеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай әрі тез дайын болады.